Сәлем досым, есім Санель, сіздермен бірге мамандық таңдау мектебі. Бүгін біз мектепті бітіріп, енді жоғарғы оқу орнына түсіп жатқан, яғни бірінші курс студенттерге арналған видео шығарып жатырмыз. Не себепті? Өйткені көптеген оқушылар мектепті бітіргеннен кейін енді қалай болады екен, жаңа орта қалай болады екен, университетім қалай болады екен, жалпы студенттік өмірімде қиыншылықтар болмайды ма екен, мені қалай қабылдайды ма екен деген секілді қорқыныштар болып жатады. Және де осы қорқыныштарды алдын алу мақсатында осы видеоны түсіріп отырмын. Яғни ол менің кішігірім студенттік өмірден алған тәжірибем, және де қасымдағы достарымның да тәжірибесі десек болады. Яғни бірінші курс студентінің білу керек 11 қағидасы, немесе мен беріп отырған 11 кеңес десем де болады. Міндетті түрде осы видеоны соңына дейін қараңыздар, себебі кез келген оқушы болашақта студент болады, міндетті түрде осы студенттік өмірді кешеді, және де бұл ақпарат сіздерге құнды болатыны сөзсіз. Видеоны бастамастан бұрын әрине міндетті түрде біздің каналға тіркеліп, осы каналды достарыңызбен, жалпы туыстарыңызбен, жалпы енді мамандығын таңдайтын және де мамандығын таңдап оқуға түсіп жатқан түлектерге жіберуді ұмытпаңыздар. Яғни оларға да біздің бір көмегіміз тисін. Және де ең бірінші менің беретін кеңесім оқу орындарының заңдарын білу. Яғни сіз қай оқу орнына түстіңіз, сол оқу орнында қандай заңдылықтар бар, қандай тәртіп бар, және нені бұзуға болмайды деген секілді қағидаларды танысып алсаңыз. Өйткені көптеген оқушылар мектеп қабырғасынан өткеннен кейін тек қана мектеп қабырғасындағы заңдылықтар университетте де, жоғарғы оқу орындарында да сол деп ойлауы мүмкін, бірақ ол ондай емес. Мысалға, бізде кішігірімін айтып шығайын. Біз мысалы мектеп кезінде мектеп формасын киеміз, және де ол жерден особо қатты бір проблема болмайды. Себебі үнемі 11 жыл бойы белгілі бір форманы ақ кофта немесе қара юбка киіп, немесе белгілі бір мектептің формасын кигендіктен форма бойынша проблема болмайды. Ал жоғарғы оқу орнында егер де сіз қысқа шортик, тым қатты қысқа юбка немесе жыртылған шалбар, яғни қатты выделяющий дейді, қатты жыртылған шалбар немесе обычный сланцымен оқу орнына барып отырсаңыз, сізді сабаққа кіргізбей қалуы мүмкін. Не себепті? Ол университеттің мысалға қағидаларының бірі, яғни қаншалықты сізге еркін форма, еркін киім кию рұқсат етілсе де, сізге қысқа шорты киюге, қосымша жыртылған шалбар, қосымша дұрыс емес аяқ киім киюге рұқсат етілмеген. Яғни ол жерде қалай сізді сабаққа кіргізбей қояды? Жай ғана охранник сізге жоқ, сіздің киіміңіз дұрыс емес, сізге бұл жерге кіргізе алмаймыз деп айтып, сабаққа кіргізбеуі мүмкін, және соның кесірінен сіз НБ алып қалуыңыз мүмкін. Ал егер де білетін болсаңыздар, универде балдық система көбісінде, және де бір сабаққа қатыспағаныңыздың өзі сіз 7-8 балдан айырылып қалуыңыз мүмкін. Ал ол сіздің ертең оқуыңыздың нәтижесіне үлкен бір әсерін тигізуі мүмкін. Сол үшін де міндетті түрде оқу орындарының заңдарына қарап алыңыз. Ол университеттің негізі сайтында және де группаларында жазылған. Екіншісі, жатақханада жатқан дұрыс. Егер де сіз басқа қаладан келіп отырсаңыз, басқа аймақтан келіп отырсаңыз, міндетті түрде жатақханаға жатқан дұрыс деп айтам. Себебі әрине біз қорқып жатамыз, жатақханада қиын болмайды ма екен, ешкім ұрмайды ма екен, ешкіммен ұрыспаймын ба екен деген секілді. Бірақ негізі әрбір студент көру керек, тәжірибесі болу керек нәрсе деп, яғни өміріндегі болу керек белгілі бір жағдай десем де болады. Себебі жай ғана сіз жатақхананың өзінде, жатқанның өзінде көптеген адамдармен танысасыз. Біріншіден сіз секілді Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған оқушылармен танысып, олардың білімімен салыстырып, өзіңіздің мысалға сіз ойлауыңыз мүмкін, осы күнге дейін мен қатты оқимын деп айтуыңыз мүмкін. Менен аса қатты оқитын адамдар жоқ екен деген секілді айтуыңыз мүмкін. Бірақ ондайлар табылып жатады, мықты студенттер де табылып жатады. Немесе керісінше оқуы онша емес студенттер де табылып жатады. Және осындай кісілермен, көптеген студенттермен бірге сөйлесіп, танысып, достасып, жалпы студенттік өмірдің қызығы осы жатақхана десем де болады. Себебі бір жағынан сізге жеңіл де болады. Өйткені жатақханада жатқан кезде сабаққа информация алу жеңілірек, сабақтағы белгілі бір файлдарды, рефераттарды, қажетті құралдарды, кітаптарды табу әлдеқайда жеңілірек. Себебі алдыңғы жылғы студенттермен де танысып, сіз ол жерден ақпараттар ала аласыз. Қосымша бір жағынан достықта қарым-қатынас болады. Негізі мүмкіндік болса, бастапқы бірінші курстың бірінші, екінші семестрдің
ретінде жатып, ал ары қарай екінші, үшінші курсыңызда өзіңіздің жатақхананың деңгейіне байланысты, ұнағаны, ұнамағанына байланысты жатпай қойсаңыз да болады. Негізі маған өзіме осы жатақханада жату, жалпы жатақханада жатып қатына өте қатты ұнаған болатын, себебі ол жерден мен өте көп достар таптым, өзіме қажетті білімді алдым. Жалпы мен ешқандай бұзылған да жоқпын, өйткені менің жатақханамда жалпы оқып жатқан мен секілді студенттер болды. Жалпы ешқандай бір жаманшылығын көрген жоқпын, ешқандай бір ұрыста болған жоқ, ешқандай қырғында болған жоқ, дедовщина деген нәрсені де көрген жоқпыз. Сол себепті де мен кеңес беретін нәрсе ол алғашқы курста негізі жатақханада жатқан дұрыс. Менің беретін үшінші кеңесім ол оқуға фокус қой. Яғни көбісіміз мысалға студент болған кезде жаңа ортаға келген соң, жаңа қалаға келген соң көптеген қызықты кездер болады, бірақ сонда да негізі бастапқы бірінші, екінші курста оқуға фокус қойып оқыған жақсы, және де ол ең дұрыс шешім. Себебі өйткені егер де сіз даже айтуыңыз мүмкін, мен жұмыс істегім келеді, немесе мен бүйткім келеді, анаяққа қатысым келеді, мынаяққа қатысым келеді деген секілді, бірақ ол ертең сізге қиыншылыққа келуі мүмкін. Негізгі бірінші, екінші курста жаңа оқу орнының оқу системасын игеріп алам дегенше дейін, яғни рубежка дейді, midterm дейді, сессия дейді, яғни балдық система дейді, РК, GPI деген секілді барлығына үйреніп алам дегенше дейін ондай артық нәрсені ойланудың қажеті жоқ. Сол себепті де ең бірінші міндетіңіз сіздің осы оқу орнына келіп тұрған ол сіздің белгілі бір маман иесі болып шығу. Және де сол үшін оқуға фокус қойып оқыңыздар, дұрыстап рубежканы тапсырыңыздар, кешікпеңіздер, қалмаңыздар. Яғни осы тәртіппен жүріңіздер, өйткені сіздің міндетіңіз негізгі оқып, маман иесі болып шығу. 80% уақытыңызды барынша жақсы маман иесі болам, жақсы осы пәнді жақсыға тапсырып шығам деген секілді фокуспен оқуға қоятын болсаңыз, қалған 20%-іңізді студенттік өміріңізге арнаңыз. Яғни осы принциппен жүрсеңіз, сізде барлығы да болады. Бір жағынан оқу да болады, бір жағынан стипендия да болады, повышка да болады. Екінші жағынан студенттік өмірде, группаластарда, таныстарда жалпы қызықты кездеріңізде болады. Төртінші кеңес: оқудан кешікпеңіз, және де оқудан мүлдем қалмаңыз. Яғни бастапқы жылдары мүлдем сабақтан қалуға қажет жоқ. Себебі НБ деген нәрсе бар, бағанағыдай айтып кеткендей, негізгі мектепте біз үйреніп қалғанбыз, енді апайларды үйреніп қалғанбыз, бір жағынан апайларды жақсы болды, и біз ойлауымыз мүмкін студенттік кезде де дәл сонда жақсы апайлар кездесуі мүмкін, немесе біздің еркелігімізді көтеруі мүмкін деген секілді. Бірақ студенттік кезде керісінше, яғни бұрындар біз мектептің кезінде апайлар біздің артымыздан жүгірсе, бір сөзбен айтқанда, ал студенттік кезде сіз мұғалімнің артынан жүгіресіз, яғни барынша апай мен осы сабақты тапсырайыншы, апай мен бүйтіп шығайыншы деген секілді. Сол үшін жалпы сіздің егер де болашақта проблемалар болғанын қаламасаңыз, міндетті түрде оқудан кешікпеңіздер, сабақтан кешікпеңіздер. 8-де басталама, немесе 9-да басталама, ровно сол уақытта келмей, алдын ала 10-20 минут бұрын ерте келіп, сол уақытта дұрыс келіңіздер. Бұл сіздің бастапқыда жаңа ортада өзіңіз туралы белгілі бір қалыптастыратын нәрсе, яғни и так барлығымыз білеміз деп ойлаймын, бірақ сонда да міндетті түрде кешіксеңіздер, бір жағынан жаман көрінесіз, екінші жағынан мүмкін сабаққа кіргізбей қалуы мүмкін, ал егер де сабаққа мүлдем қатыспасаңыз, НБ алып, балыңыздан айырылып, жалпы стипендиядан да құлап қалуыңыз мүмкін. Жалпы даже сабаққа кешіккенінде арнайы мысалға 15 сабақтан немесе 30 сабақтан кешіп қалсаңыз, сіз летаға қалып қалуда, яғни сессияға жібермеуде жалпы университеттің жалпы мүмкіншілігі бар. Сол үшін түсінгендеріңізде, даже сізге ол сабақ ұнамай жатса да, апай ұнамай жатса да, мұғалімі ұнамай жатса да, сабақтан кешікпей, уақытылы барып, сабақтан қалмай жүріңіздер. Бесінші кеңесім ол мұғалімдермен, жалпы группаластармен жақсы қарым-қатынаста болу. Бағанағыдай айтып кеткендей де, егер де сіздер кешігіп жүрсеңіздер, бір жағынан мұғалімнің көзіне жаман түсесіздер, ал егер де мұғаліммен ұрсатын болсаңыздар, мұғалімге қарсы шығатын болсаңыздар, ол кезде тіпті сізге қиын болуы мүмкін, тіпті мұғалімді өзіңізге қарсы қойып қоюыңыз мүмкін. Сол үшін де мұғалімге қарсы болмаңыздар. Егер де шынайы ол кісі қате болса, жай ғана ұрыспай, мәдениетті түрде түсіндірсеңіз болады, бірақ мүлдем ол жағына қарай келтірмегеніңіз жөн. Берілген тапсырмаларды уақытылы орындап, группаластарыңызбен жақсы қарым-қатынаста болыңыздар. Бұл мындай екен, мінезі андай екен, мінезі бұндай екен деген секілді арттан сөйлеп емес, барша достық қарым-қатынастарда болған дұрыс. Өйткені сіз 4 жыл бойы сол кісілермен араласып, сол кісілермен бірге қайнап, сол кісілермен жалпы қызықты өмір кешетін болғандықтан, негізгі достарыңыз осы кісілер болатын болғандықтан, міндетті түрде жақсы отношениеде, яғни жақсы қарым-қатынаста болған дұрыс. Одан кейін тағы да айтатын нәрсе,
нәрсем ол қосымша ұйымдарға, яғни студенттік кездің қызықты болуына әсер ететін нәрсе. Мен үнемі айтам, яғни арнайы ұйымдар бар студенттерге арналған, яғни ол сіздің университетіңізде болуы мүмкін. Сол жерлерге барып, өзіңізге қызықты ұйымға, мүмкін музыкаға қызығатын шығарсыз, мүмкін ғылымға қызығатын шығарсыз, мүмкін библиотека жағына қарай белгілі бір кітаптарға, мүмкін дебатқа қызығатын шығарсыз, мүмкін белгілі бір нәрсені ұйымдастыруға қызығатын шығарсыз. Және осындай нәрселер көптеген ұйымдар бар, маслихат, студсовет деген секілді көптеген ұйымдар бар. Сол ұйымның өзіңізге қызықтысын таңдап, соған біреуіне кіріп алған дұрыс. Келесі менің айтатын кеңесім, қандай мұғалім қандай принциппен бал қояды, не сұрайды, қай жері ұнамайды, қай жері ұнайды деген секілді қосымша ақпарат беру арқылы да жалпы сіз сол пән туралы, сол мұғалім туралы, сол пәнге қалай дайындалу керек екенін де қосымша білесіздер. Сол үшін де параллель группаластарыңызбен, сол мамандық бойынша қосымша оқып жатқан студенттермен, және де сізден 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл жоғары оқып жатқан жалпы студенттермен де жақсы қарым-қатынаста болыңыз. Бұл сізге үлкен көмегін тигізетін болады. Жетіншісі, сіз егер де басқа үлкен-үлкен қалаларға оқу орнына түсіп жатсаңыз, сізге арнайы приложенияларды жүктеп алған жақсы. Яғни менің өзімде де өте қиын кездер болғаны, мен мысалы Алматыға алғаш келген кезде көп жерлерден адасып, басқа автобустарға, басқа троллейбустарға мініп, метрода қателесіп деген секілді өте қиын кездер болды. Адасып, мүлдем таба алмай жылаған кездерім де болды. Және де осындайды алдын алу үшін, егер де сіз Алматы, Астана немесе Шымкент деген секілді үлкен-үлкен қалаларға түсіп жатсаңыз, Тугис, яғни бағдарламасын App Store-дан немесе Play Market-тен жүктеп алсаңыз, сізге үлкен көмегін тигізеді. Ол сіздің жалпы карта, сол қала туралы толық ақпарат беретін, қандай автобусқа міну керек, қандай таксиге мінуге болады, қай жерден міну керек, қай жерде қандай здание бар, қандай жерде жалпы қаланың толықтай көрсететін картасы. Және екінші көмектесетін сізге бағдарлама ол City Bus десем де болады. Яғни егер де сіз белгілі бір автобусқа қалып қойғыңыз келмесе, немесе қай жерде келе жатқанын білгіңіз келсе, City Bus немесе Алматы Бас деп жатады. Осындай бағдарламалар бар, соны жүктеп алсаңыз әлдеқайда сізге жақсы болады. Яғни кешке мысалға 9-да, 8-де автобустар тоқтап қалғандықтан кейде мысалға сіз күтіп отыруыңыз мүмкін. Яғни сол күтіп отырған кезде ол автобус мүлдем келмей қалуы да мүмкін. Менде сондай кездер болған. Және сол кезде Алматы Басқа немесе City Басқа қарай салғанымда мысалға 1 сағат, 2 сағат ол автобусты күтпес едім. Сол үшін осындай бағдарламаларды жүктеп алсаңыздар, сіздерге жалпы көмегін тигізеді. Өйткені бастапқыда жаңа қалаға оқу орнына түссеңіз, сіз ол қала туралы мүлдем білмейсіз, не жасау керек екенін білмейсіз. Банк қай жерде, банкоматтар қай жерде, больница қай жерде, библиотека қай жерде, яғни магазин, прачка деген секілді өте көп қажетті жерлер керек болады. Немесе достарыңызбен бір жерге қыдырған кезде бір жерді айтуым керек болады. Сол кезде адасып қалғыңыз келмесе, жалпы автобусты ұзақ күтіп қалғыңыз келмесе, осы приложенияларды жүктеп алыңыз. Мен біраз кеңестерді уже айтып тастаппын. Енді біз 8-ші кеңеске келіп жатырмыз. Яғни мен айтатын нәрсем, ертең сессияда, рубежкада жалпы барынша ешқандай микронаушник, шпор дегенді қолданбаңыздар. Өйткені бұл жақта сәл әлде қайда ЕНТ-да жалпы мектептен қаталырақ болғандықтан, және бұл жерде мысалға сіз ЕНТ-да ғана камераны көрсеңіз, ал бұл жақта камера барлық жерде, лекционныйдың өзінде 7-8 камера орналасуы мүмкін. Ол сіздің сабақ оқып отырған кезіңізде де, обычный лекцияға келген кезде де, жалпы сессияға, рубежкаға қатысқан кезіңізде де ол камералар үнемі тұрады. Сол себепті де артық шпор, микронаушник, наушник деген секілді жалпы ондай заңсыз заттарды қолданудың қажеті жоқ. Одан да өзіңізге сеніп, өзіңіздің басыңызға сеніп, жалпы сессиялардан, экзамендерден өткен жақсы. 9-ші кеңес көбісі менен сұрап жатады, мысалға ноутбук алған дұрыс па, ноутбук керек болады ма деген секілді ойланып жатады. Немесе мысалға бастапқы 1-ші курста ноутбук алмақ қойсам не істейді деген секілді сұрақтар болып жатады. Техника жағынан. Негізі мен 1-ші курста особо қатты ноутбукпен қатты қолданған жоғым, ол маған қатты керек те болған жоқ, бірақ сонда да бір көмегін тигізетін нәрсе. Бір жағынан 2020 жылы карантин болғандықтан, бастапқы семестр сіз онлайн оқығандықтан әрине ноутбук керек болады, бірақ болса да қалай болғанда да негізі универге жалпы ноутбук қажет. Не себепті сіз реферат жасауыңыз керек болады, СРС-та жасауыңыз керек болады, қосымша презентациялар жасауыңыз керек болады. Сол кезде ноутбукты болғаны жақсы, бірақ егер де сізде қазіргі таңда жалпы бюджет жағынан, қаражат жағынан проблема болса, аса қатты оған қиналудың қажеті жоқ. Себебі бастапқы бірінші курста бір қатты керек болады деп айта алмаймын. 2-ші, 3-ші, 4-ші курста міндетті түрде керек. Онсыз никак десем де бар. Бірақ бастапқы 1-ші курста керек емес. Ал егер де сіз қазір 1-ші семестр
түрде онлайн оқитын болсаңыз, үйдегі компьютермен де қолдана берсеңіз болады. Және сіз айтуыңыз мүмкін, бағанағы кеңестеріңіз барлығы, мысалға мен сабақты енді онлайн оқиын деп жатырмын, оның түк қажеті жоқ, ол группаластармен араласудың не қажеті бар деген секілді, мұғалімдермен қарым-қатынастың не қажеті бар, егер мен жай ғана компьютермен араласатын болсам деген секілді. Сіз сөйтіп ойлауыңыз мүмкін, бірақ сонда да карантин бітеді, ол 4 жыл бойы карантин болмайды, сіз оқу орнын бітірем дегенше дейін. Бір семестр болуы мүмкін, 2 семестр болуы мүмкін, бірақ одан кейін сіз қалай болғанда да келіп университетке оқитын болғандықтан ол кеңестер сіздерге қажет болады. Сол үшін де жай ғана бір құлақтан кіріп, бір құлақтан шығармай, кәдімгідей өзіңізге жазып түртіп алып отырыңыздар. Менің айтатын 10-шы кеңесім ол жалпы пропускной, ID-карта, студенческий билет, оңай дегендерді ұмытпай өздеріңізбен бірге ала жүріңіздер. Яғни біз үйден шығатын кезде кілтті, жалпы өтек өшіріліп тұрма, телевизордың барлығы өшіріліп тұрма, ешқандай ештеңке қосылып қалған жоқ па, свет өшірдім ба деген секілді нәрсені қарайтын болсаңыз, ендігі жолы сіз пропускнойымды алдым ба, ID-картамды алдым ба, оңайымды алдым ба деп алдын ала сұрап алыңыз, өйткені жалпы ол сізге керек болады. Яғни сіз оқу орнына кіргіңіз келсе, яғни жалпы лекционныйға кіргіңіз келсе, сізге міндетті түрде оқу орны берген ID-картамен кіресіздер. Яғни қазіргі таңда кез келген көптеген университеттер ол ID-картамен қолданады, және онсыз универге кіру мүмкін емес. Кейде болып жатады, мысалы досыңмен бірге өстіп, адам көп кезде кіріп кетуі мүмкін, бірақ кей кезде охранниктер өте қатты тексеретін болғандықтан өтіп кіріп кету мүмкіндігі болмай қалады, сосын сабақтан қалып қоясыз, сосын қайтадан сіз үйіңізге барып, немесе общежитияға барып, жатақханаға барып, оны алып келем деп отырған кезде де бірнеше сабақтан қалып қоюыңыз мүмкін. Сол үшін жалпы осындай карталарды, жалпы студентке берілетін жалпы карталарды ұмытпаған жөн. Одан кейін бір жағынан ол сізге үлкен көмегін тигізеді. Яғни, егер де сіз киноға баратын болсаңыз, студенческий билет студенттерге жалпы кино арзанырақ шығады. Яғни, студенческий билет арқылы оңай, егер де сіз үлкен қалада болсаңыз, оңай приложениесі арқылы сіз арзанырақ төлей аласыз, яғни 40 теңгемен төлей аласыз деген секілді нәрсе бар. Сол үшін міндетті түрде ұмытпай өзіңізбен бірге ала жүріңіздер. Ол даже осы карталарды сақтайтын өзінің кішкене ғана карточный нелері болады, яғни кошелектар десек те болады, сондай кошелектар болады, соны сатып алыңыздар, ол 150 теңге көлемде тұрады. Барлығын бір жерде сақтап жүресіз, жоғалтпайсыз, қайта ертең жоғалтып алған кезде, керісінше мысалға мен бірнеше рет ID-картаны жоғалтқам, әр жерге қоямын, сосын таба алмаймын, сосын ол ID-картаны жасату керек болады. Бір ID-картаны мысалға 2000-2500 теңгеге жасатасың, и ол студентке ол біраз ақша десек те болады. Оның орнына тамақ алып, немесе белгілі бір кітап алып, немесе реферат шығарған жақсырақ. Сол үшін өздеріңізбен ала жүріңіздер, оларды жоғалтпаңыздар. Және де соңғы кеңесім дұрыс тамақтаныңыздар, яғни асқазандарыңызды құртып алмаңыздар. Ол үшін бізде мысалға андай бар да, барлығымыз ойлаймыз, студент аш жүреді, қиналады деген секілді. Мен өз басым студенттік кезде бір аш жүрген кезім болған жоқ. Бұрынғыдай 90-шы жылғы заман емес, қазір барлығы жалпы мүмкіншілік бар, жалпы тамақ бар заман болғандықтан, жалпы ата-анамыз көмектескендіктен, бір жағынан стипендия болатын болғандықтан, егер де сіз ақшаңызды үнемдеп жұмсасаңыз, жалпы сырт жақтан кафеден тамақтанғаннан орнына, одан да қасыңыздағы бірге жататын құрбыларыңызбен, достарыңызбен айына 5000 теңге шығарып, Магнумға барып, тамақ алып, үнемі күнделікті бір-біріңіз кезекпен, мысалға понедельник осы қыз жасайды, вторник осы қыз жасайды деген секілді бір-біріңізге расписание жасап уақытылы тамақ жесеңіз, әлдеқайда жақсы. Bir жағынан шығын да шығады, екінші жағынан денсаулығыңыз да құтылмайды. Өйткені бірінші курс кезінде барлығы келіп, бірден еркіндік болғандықтан KFC-ге барады, бургерге барады, жалпы суши жегеннің кесірінен көптеген салмақты қосып алады. Көптеген салмақты қосып алып, бір жағынан асқазаны құрты болады, гастрит, язва болып жатады. Және осындай проблема болмас үшін жатақханаға барып, немесе үйге барып, ерінбей тамақ істеңіздер. Ұлдар да айтуы мүмкін, ой деген секілді, мысалға тамақ істей алмаймын, ұл бала болып қалай тамақ істеймін деген секілді. Одан да шын айтайын, одан да сіз осы кезде кішкене ғана бастапқыда қиналғаныңыз жақсы. Өмір бойы қиналып, асқазаныңызды қаншама ақшаға емдеп, қаншама теңгеге дәрі алғаннан гөрі. Жалпы менің осы студенттік өмірден көрген бір кішігірім тәжірибем десем болады, және осы бір 11 кеңес маған бір үлкен бір көмегін тигізді. Оны бізге жоғарғы курсының студенттері айтып, жалпы өзімнің тәжірибемнен де бір жинаған бір белгілі бір
кеңестер болды, сіздерге де үлкен көмегін тигізеді деген ойдан. Жалпы осы кеңестер сіздерге ұнады деген ойдан. Егер де ұнаса міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, подписация етіп, жалпы оқу орнына түсетін немесе түскісі келетін достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Сізге аса қатты қиыншылық түсірмейді, бірақ маған бір үлкен бір мотивация береді, маған бір үлкен көмек беретін кішігірім ғана нәрсе. Сол үшін достар, міндетті түрде жалпы біздің видеоларымызды қарап жүріңіздер, уақытылы қарап жүріңіздер, және де бізбен бірге болыңыздар.